Аюп пайғамбар өте сабырлы болған екен. Ұлық Алла періштелерге Аюп менің ең сабырлы құлым деп мақтанады екен. Бұл мақтау Ібліске жақпайтын. Ол Аюптың сабырын түгеспек болады. Оны жоқтықпен, байлықпен, мансаппен азғырады. Шайтанның бұл айласы Аюпқа әсер етпейді. Тіпті әйелін арбап, отбасы мен достарының арасына да от салады. Аюп сонда да сыр бермейді. Ібліс күніне 1000 түрлі бәле шақырса да, Аюп тағат жасап отыра береді. Бір күні Ібліс оған: «Аюп, балаң өлді» дейді. «Құдай өзі берді, өзі алды. Ешкім мәңгі тірі жүрмейді. Өзекті жанға бір өлім» дейді. «Малыңды жұт алды. Мал бір жұттық, батыр бір оқтық» деген. Ұлық Алла бергенін алса да, енді берерін алмасын дейді. Енді не ішіп жейсің? Аштан өлгеннің моласы жоқ, малға таласып өлгеннің моласы көп. Бұлай қырсыға берсең, ертеңін не болатынын білесің бе? Ертеңіне есек қана қайғырады деген. Ел жұрт сен туралы өсек айтып жатыр. Жақсы бопты. Ер жігіт өсекке ілінбесе, есепке де ілінбейді деген. Патша сені өлтіремін дейді. Аюп, қаш. Ажал ақымақ үшін 6, ақылды үшін 1. Бүйте берсең жалғыз қаласың. Қабірде барлық адам жалғыз жатады дейді. Төзімі таусылған Ібліс оның бетінен шапалақпен тартып жібереді. Сайтанның қолы тиген жерге жара шығады. Оған шыбын үймелеп, құрттар қаптайды. Жара жайылып пайғамбардың бүкіл денесі ірің басады. Ел жұрты, бала шағасы Аюп алапес болды деп шошиды. Ібліс оларға: «Алапес жұқпалы ауру, оны жыраққа шығарып тастаңдар» деп ақыл айтады. Шаһар жұрты бірауыздан келісіп, оны елден қуады. Жан жара Рахима ғана оған адал болып қасында қалады. Ауру одан сайын меңдеп, құрттар Аюптың етін жеп тауысуға айналады. Бірақ оның жүрегі мен тілі бір сәт тоқтамастан Аллаға мақтау айтып, жаратушыны ұлықтап жата береді. Денесінен түскен құрты болса, оны жерден алып: «Алла саған менің етімді ризық етті, несібеңнен айырылма» деп құртты жарасына қайта салады екен. Аюптың сабырлығын көріп сайтандар түңіледі. Олар Ібліске келіп: «Біз Аюпты жеңе алмадық, оның сыры неде?» деп сұрайды. Сонда Ібліс оның тілі мен жүрегі Алланы еске алып, рухы нұрланып тұр. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне сал. Алланың есімінен қуат алу тоқтағанда, сабыры да сынады деп ақыл береді. Сайтандар солай істейді. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салады. Сол кезде Аюп Аллаға арыз қылады: «Я ұлық Алла, саған зікір айтып, есімдеріңнен қуат алатын едім. Мына 2 құрт түбіме жетеді. Я Алла, пәрмен өзіңнен болсын» дейді. Сонда Алла: «Ей Аюп, сынақ сағаты бітті. Өкшеңмен жерді теппейді». Аюп жерді тепкенде жер жарылып, жерден су шығады. Су сарқырап арыққа айналады. Сонда Алла суға шомыл деп әмір береді. Аюп 40 күн суға шомылады. 40 күнде жарасы жазылып, тәні ширайды. Құрттар тегіс қырылып, 2 құрт қана тірі қалады. «Я Алла, мына 2 өлмеді ғой» дейді. Сонда Алла: «Тіл мен жүрекке түскен құрттары ғой. Оларға менің көркем есімдерімнің шарапаты жұқты. Олардың мәртебесі бір бөлек. Зікірдің шарапатынан оларды саған жәрдемші етемін. Бірі бал арасына айналады, екіншісі сүлік болып суда қалсын. Бал арасының уы да, балы да шипа. Сүлік аурудың арам қанын сорады» дейді.
Сол мезетте құрттардың бірі сүлікке, бірі бал арасын айналады. Ел арасында сабыр түбі саралтын деген осыдан қалған деседі. Сүлік туралы аңыз. Ертеде Сүлеймен пайғамбар жаяу қажылыққа аттанады. Ұзақ жол жүріп, екі аяғы көп болып ісіп кетеді. Бір кезде алдынан көлшік шығады. Сол жерге демалып, аяғын суға салып отырады. Кенет көзі ілініп ұйқыға кетеді. Оянса, аяғының ісігі кетіп, жазылып кетіпті. Шаршағаны тарап, бойы жеңілдеп сала береді. Көлшікке қараса, сүлік жүр екен. Пайғамбар арам қанын сорып, ауруынан жазып жіберген сол екен. Сүлеймен риза болып, сүлікті қолына ұстайды. Сол сәтте сүлікке пайғамбардың 4 саусағының ізі қалып қойыпты. Ел арасында сүлікті әулие құрт деп атайды екен. Араның уа. Ертеде аралардың шағатын уы болмапты. Олар күні бойы гүлден гүлге қонып бал жинайды. Бірақ балын аңдар мен өзге жәндіктер тартып жеп қояды екен. Бір күні олар Құдайға арыз етіп, бізге бір қорғанатын қару бере көр деп зар жылайды. Тәңірісі олардың мұңын тыңдап, сендерге бір ине беремін, қорғаның сол болады. Бірақ онымен адамды шақпайсыңдар. Кім адамды шақса, сол ара заматта өлім құшады дейді. Аралар келіседі. Содан бастап араның құйрығында улы ине пайда болыпты. Онымен адамды шақса, Құдайға берген серті бойынша сол ара өлім құшады екен. Омартаның аузында 2 күзетші ара тұрады. Ол екеуі араларды тексеріп кіргізеді. Егер шырыны болмаса, кіргізбей қайта ұшырып жібереді. Тәртіпке бағынбаса, желкесін қияды деседі. Араның көзі нашар көреді, бірақ иісті қатты сезеді. 1 шақырымда тұрған гүлдің иісін сезе алады дегенде дәйектер кездеседі. 500 грамм бал үшін аралар 2 миллионнан аса гүлден бал шырын жинайды екен. Аралар бір гүлден бір гүлге ұшқанда өсімдіктер тозаңданады. Аралар жойылса, өсімдік тозаңданбай, соңы табиғи апатқа кеп соғады.